талақ деп, енді жаңағы бірінші әйелін тастайды, екінші әйелін тастайды, үшінші әйелін тастайды, тек қана төртінші әйелмен тоқтап жатады. Мынау радикалдану осы жазасын өтейтін орындарда болу жатыр. Миф па, әлде шындық па, оны біз әлі таразылай алмай жатырмыз. Қаншалықты енді жас баланы енді ана дүниемен қорқыту, тозақ отымен қорқыту. Балақ кесу, жаңағы сабақтан қашып кету, сабақтан қашып жұма намазға бару. Бала радикалданып кетеме деген үрей бар. Түрмемен проблема шешілмейді. Біздің біраз құқық қорғау органдары, қызметкерлері, мемлекеттік қызметкерлер дін саласын реттеудегі мемлекеттік саясатты түсіне бермейді. Бала жетім, әйел жесір. Бірақ оларға сонда да әсер етпейтін сияқты көп жағдайда. Яғни бұл өте қауіпті жағдай. Ағайынмен арадағы байланысты үзіп, түптеп келгенде бір отбасының шаңырағының ортасына түсіреді. Білген жоқпын, түсінген жоқпын, маған ешкім түсіндірген жоқ. Шариғатты былай қойғанда дәстүрден аттау арсыздыққа бару ма? Әрине. Оларсыз мүмкін емес. Мүмкін емес. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Біз Астананың төріндегі арнайы сұхбатымызды бастаймыз. Сіздермен бірге мен Жандос Темірғали. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау академиясының әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі доцент Бүркіт Нұрмағамбетов. Аға, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қош келдіңіз. Қош келдік. Осылай мынау уақыт тапшы заманда біз үшін арнайы уақыт тауып келгеніңіз үшін рахмет айтамыз әуелі. Сіздің негізгі тақырыбыңыз мынау айналысып жүрген мәселеңіз діни радикализм, діни терроризм бағытында. Біз әуелі мәселенің өзегін өңелейікші. Қазіргі уақытта біз мәселенің өзімен емес салдарымен күресіп жатқан сияқтымыз. Тәрбиені мектептен бастаймыз десек, менің есімде осы сұхбатқа дайындалардың алдында дінтану деген оқулық болған тұғын. Сол есіме түсті бірден. Өйткені бала қоршаған ортаға деген иммунитетті мектепте қалыптастырады. Дінтану деген пәнді бізде тарих пәнінің мұғалімі берген тұғын. Біз негізгі функциясында, оның мағынасында түсінбей өттік. Болса болады, болмаса болмайды деген сияқты мәселе. Енді қазір ол факультативке ауысқан екен. Бірақ барлық мектепте ол пән жеткілікті деңгейде оқытылмайды. Тағы да маман тапшы деген мәселеге келіп тірелеміз. Сіздің зерттеуіңіз бойынша біз қай жерден ақсап жатырмыз осы жоғарыда айтылған мәселеге қатысты? Осыдан бастайықшы әңгімені. Жақсы, енді мен бұл діни экстремизм, терроризм мәселесіндегі сұрақты қарастырып зерттеп жүргеніме 10 жылдан астам. Енді әрине сізбен екеміздің бұл тұрғыдағы проблема, ойымыз бір жерден шығып жатыр. Енді біз қай жерден бұл тұрғыда ақсап жатырмыз, мен былай жауап берсем. Әрине сіз айтып отырғандай біз бүгінгі күні алдын алу емес, көп жағдайда салдарымен күресіп жатырмыз. Әсіресе құқық қорғау органдары, арнаулы органдар, кейбір мемлекеттік органдар салдарымен күресіп жатқан жағдайы бар. Мен әрдайым айтам, бұл діни сауатсыздық, құқықтық сауатсыздық, саяси сауатсыздық, жалпы қоғамдық сананың төмендігінен туындайды. Енді мектептерде дінтану сабағы факультатив ретінде болған, қазір ол пәнді факультатив пән ретінде одан алып тастаған. Одан алып тастаған екен. Мен бұл мәселені көтеріп жүргеніме біраз жыл болды. Біз осыдан 2019 жылы ғой деймін, оқу орындарындағы діни экстремизм мен терроризм мәселесі бойынша, оқыту бойынша біраз экспресс-анализ жүргізгенбіз. Экспресс-анализдің қорытындысы мәз емес. Енді мектептерде қазір жүрмейді. Оның өзінде кезінде факультатив пән сабағы ретінде болды.
бірақ ол кезде тарих пәніне жүктелген ғой. Иә. Тарих пәнінің оқытушысына жүктелген. Енді ең соң менің түсінігім білуімше сабақтың ең соңында жүреді. Балалар сабақ келсе барса барады, бармаса қояды. Сондай жағдайлар орын алған екен. Ал енді колледждерді қарайық. Колледждерді мүлдем жүрмейді. Ол тақырып тіпті қозғалмайды. Жоғарғы оқу орындарында кезінде 2018-ге дейін элективті пән ретінде енгізген барлық факультеттерге, мамандықтарға. Бүгінгі күні ол да жоқ. Яғни білім және ғылым министрлігі сол кездегі, яғни біз жоғарғы оқу орындарына яғни академиялық бостандық бергенбіз. Яғни олар өздері шешеді, оқыта ма, оқытпай ма, біз араласпаймыз дейді. Сонда мектепте дұрыс түсіндірілмейді, жоғарғы оқу орындарында жоқ, колледждерде жоқ. Сонда профилактика қайда, алдын алу? Кімдер түсіндіріп жатыр? Біз имамдарға бар, мешіттерге бар, сол кезде мамандар түсіндірсін дейміз. Олардың өзі аз ғой бізде. Иә. Және оларға баратын, бара ма, бармай ма, олардан білімді ала ма, алмай, біз белгісіз ғой. Ата-аналарға қарайық, үйінде, отбасында. Оларда беру мүмкіндігі жоқ, өйткені олардың да діни санасы, діни білімі жеткілікті емес. Оларда бере алмайды. Оларда маманға бар деуі мүмкін. Менің түсінігімде жалпы мектеп қабырғасында, жоғарғы оқу орындарында, жалпы оқу орындарында осы діни сауаттылықты түсіндіру керек, арттыру керек. Енді бүгінгі күні бұл мәселе енді жақсы деңгейде жүріп жатқан жоқ деп мен айта аламын. Енді қазіргі жас бұндай жат ағымдардың артында, соңында кетіп отырған жастарда түсінуге болады. Оларға бүгінгі күні түсіндіріп, мынау деструктивті ағым, жат ағым, мынау дәстүрлі дініміз, мынадан сақ болыңдар дейтін маман жоқ, сала жоқ, пән жоқ. Дейтін ата жоқ. Иә. Сондықтан да біздің қазіргі жастарымыздың адасып жатқандығы дұрыс білімнің, дінтанулық білімнің берілмегендігі. Енді қандас бабамыз Әл-Фараби айтады ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Біз тек қана бүгінгі күні таза білімді беріп жатырмыз, әрине, бірақ тәрбие ақсап қалып жатқан сияқты. Сондықтан да тәрбиелік мақсатта менің түсінігімде мектеп қабырғаларынан бастап дінді дұрыс түсіндіру керек. Мәселе дінді дұрыс түсіндірмеуде. Яғни сондықтан да бұл жерде әрине үлкен мәселе, енді мемлекеттік деңгейде бұл мәселені шешу керек. Шешу керек және көп уақыт ұзатпай. Әрине. Біз өзегін анықтап алдық проблеманың. Біздің кезімізде, мен 97 жылғым, мектептің кезінде мынандай тырнақшаның ішінде кетейін тренд болған. Балақ кесу, жаңағы сабақтан қашып кету, сабақтан қашып жұма намазға бару. Бұл әрине бөлек мәселе, бірақ түптеп келгенде олардың түсінігінде жатыр әңгіме, менің ойымша. Кейін мұғалімдермен тайталасу, осы буын қазір өсіп, өзінің жемісін беріп жатқан сияқты меніңше, деп ойлаймын. Бұл мектепке пән ретінде енгізілгенде де, жалпы өзінің тауық сойса да өзінің маманы қасапшы сойсын дейді ғой, өзінің маманы ол жерге кіріспесе, былайғы психологтар, немесе сағат дәметіп жүрген өзге де мұғалімдер атсалысса, бұл жерде біз одан да қауіпті дүние жасайтын сияқтымыз. Бұл тек менің ойым. Енді өзегіне тағы да бір үңілетін болсақ, екінші жағынан бізде мешіт деген Алланың үйі бар. Қазақстанда шүкір қазір көп. Осы жерде көпшілік жамағат өз ішінен бөлініп жүреді. Мешіттерде фильтр жоқ сияқты көрінеді маған, сүзгі жоқ сияқты көрінеді. Сайып келгенде олармен бетпе-бет келетін бірінші имамдар, кейін құқық қорғау өкілдері. Имамдарда рас, бұған иммунитет бар, бірақ полицейлерде дәлдеп келгенде иммунитет жоқ. Нақты қандай шараларды қабылдау керектігін білмей жатады. Олар кәдімгі бір қылмыскерлер емес қой, ұрлықпен ұсталып жатқан, немесе бір қарлықпен ұсталып жатқан. Олардың бағыты бөлек. Сіз нақты осы мамандарға дәріс оқисыз. Олардың ішкі проблемасын білесіз. Олар қай жерден ақсап жатыр? Енді мен былай айтар едім. Бүгінгі күні енді бұл діни экстремизм мәселесі, ол тек қана бүгін ғана еліміздегі ғана мәселе емес, ол бүкіл әлемдегі мәселе ғой.
Енді әрине өте күрделі мәселе, бір жағынан жаңа нәзік мәселе. Енді жаңа құқық қорғау органдары деп айтып кеттіңіз ғой. Біз осыдан біраз жыл бұрын мен діни экстремизмге қарсы іс-қимыл проблемалары деген пән енгіздім құқық қорғау органдар академиясында. Себебі неге енгіздік? Өйткені біздің біраз құқық қорғау органдары қызметкерлері, мемлекеттік қызметкерлер дін саласын реттеудегі мемлекеттік саясатты түсіне бермейді. Яғни өзіміздің арамызда да жаңағыда қарсы қарама-қарсы көзқарастар болуы ықтимал бар. Сондықтан да мен осы пәнді енгіздім. Бүгінгі күні бұл пән өзінің нәтижесін беріп жатыр. Енді басқа оқу орындарында, әскери арнаулы оқу орындарында енді бұндай пәндер жоқ, түсіндіріп жатқан. Мен енді өзіміздің қызметкерлерге түсіндіріп беріп жатырмын. Енді біздің қызметкерлерде енді қарапайым азаматтардың ар-ождан бостандығына, намысына, оның діни наным сенім бостандығына құқығын шектемеу керек қой. Оны да қорғау керек. Конституция оған кепіл. Конституция кепіл. Біз оны қорғауымыз керек. Енді мына жағын қарасақ, қазір енді қоғамда енді орын алып отырған әртүрлі деструктивті ағымдардың енді өкілдері бар. Олармен енді жұмысты мемлекеттік органдар, құқық қорғау органдары, арнаулы органдар тиісті деңгейде жұмысын жүргізіп жатыр. Жаңағыда бетпе-бет келетін полиция қызметкерлері. Сондықтан да полиция қызметкерлерінің, жалпы құқық қорғау орган қызметкерлерінің дін танулық білімінің болуы ол өте маңызды. Себебі мысалы енді үйлерді енді аралайды ғой. Аралағанда мысалы енді деструктивті діни өкілін радикалды анықтай алатын қабілеті болу керек ол қызметкерлердің. Яғни олар анықтап тиісті органға, егер ол ар жағы әсіресе жаңағыда радикал болатын болса, қаупі болатын болса, қоғамға қаупі болатын болса, оны яғни ақпараттандыру керек, хабарлау керек. Қазіргі біздің полицейлер не істеп жүр? Қазіргі полицейлер енді білмеймін не істеп жүргендерін, енді олардың жаңа айтып отырмын ғой. Жалпы дінтанулық білімдері олардың төмен. Қайсы дәстүрлі мұсылмандық, қайсы радикалдық ағым өкілдері оны айыра алмайды. Оларды кінәлауға болмайды. Өйткені оларға оқытып отырған оқу орындары жоқ, түсіндіріп отырған. Сол пәнді енгізіп, ертең болашақта осы қоғаммен, халықпен жұмыс жасайсың. Қоғамдық қауіпсіздік үшін енгізу керек деп осы пәнді енгізіп отырған ешқандай оқу орны жоқ. Жалпы біз қоғамдағы азаматтарымыз кінәлаудың негізі жоқ. Аулаппыз. Бірақ дегенмен олардың тиісті деңгейдегі дінтанулық білімін арттыру ол біздің міндетіміз. Әрбір оқу орындарының, мемлекеттік органдардың бәрі қолында тұр. Қанша адам бар, сонша пікір бар. Қазір бір мынандай мәселе бар қоғамда. Исламофобия. Намаз оқысын, оқымасын, орамал тақсын, тақпасын. Бәріне бір мынандай көзқарас қалыптасқан. Орамал тағып бара жатқан адамды көрсе, осы бір дұрыс емес ау, осы бір басқа бағытта жоқ деп үрке қарайды. Сақал бар адамды көрсе, осы түбі бір адастырып жіберетін адам сияқты көреді. Айтып отқандай жаңағыдай діни сауат бәрібір айналып келген кезде, мектептегі оқулық, білім жағдайы бәрібір сол қазір шығып тұр. Ендігі менің сұрайын деп отырғаным қарапайым халыққа түсінікті болсын. Біз діни радикализм дейміз, терроризм дейміз, діни ағымдар дейміз. Осыған қысқаша бір анықтама беріп өтіңізші. Олар біз қалай анықтаймыз? Сақал өсіргеннің барлығы радикал ма? Немесе орамал таққанның барлығы сол радикалдардың сойылын соғып жүр ма? Біз оларды қалай анықтап аламыз дұрыс бұрсын? Жаңа айтып кеттім ғой. Бізде осы мәселе анықтауда жатыр. Бүгінгі күні қарапайым азаматтарымыз, жалпы қарапайым халық, осы қайсы дәстүрлі дін, қайсы жаңа радикалдық ағым екеуін айыра алмайды. Мәселе осында. Біз қазір балаларымыздың 5 уақыт намаз оқимын, әке, дін жолына түсем десе, бір үрейіміз бар. Өйткені ар жағында бала радикалданып кетеме деген үрей бар.
Енді жаңа біз айтып кеттік қой, мектептерде мен енді өмір осы уақытқа шейін жаңағы ұсынып келе жатырмын. Яғни кейбір біздің жаңағы ұсыныстарды жаңа қабылдауға болады. Мысалы, неге осы пәнді мектеп қабырғасында енгізіп түсіндірмеске деген, осы мәселелердің барлығын. Өйткені біраз мамандардың айтуы бойынша, сол жас азаматтар діни қызығушылықтары артып, одан самайын радикалдануы мүмкін дейді. Діни қызығушылығы артып, одан самайын радикалдануы мүмкін. Міне, ата-аналар бұл тұрғыда қорқады, қауіптенеді. Енді өзіңіз білесіз, қаншама осыдан біраз жыл бұрын Сирияға қаншама жастарымыз аттанды ғой жихадқа. Олардың біразы оралды. Олардың енді мынау сұхбаттарынан қарап отырсақ, мысалы енді интернет желісінде бар ғой. О жаққа қандай себеппен кеттің дегенде, мен білімсіздікпен кеттім, білген жоқпын, түсінген жоқпын, маған ешкім түсіндірген жоқ, айтқан жоқ деген уәждерді бас айтады. Расында да оларға түсіндірген ешкім болған жоқ. Енді жаңа қалай айыру керек деп жатырмыз ғой. Енді қысқаша анықтама әуелі. Енді бұл жерде өздеріңіз білесіздер, ата-бабаларымыз қаншама ғасырлар бойы ислам дінін ұстанса да, діннің фанатигі, діннің радикалы болған жоқ. Өзіміз енді ауылда өстік қой. Әже аталарымыз намаз оқыды, дінді ұстанды. Бірақ тиісті деңгейде, яғни осы дәстүрлі құндылықтармен, ұлттық құндылықтарымызбен сабақтасқан дінін ұстана білді. Біз сол тәрбиені алдық. Ал қазіргі кезде бұл радикалдық енді шын мәнісінде бұл енді өте бір қауіпті жағдайға шығып отыр ғой. Енді бұл шектен тыс деген сөз енді радикалдық, бұл экстремизм, радикализм шектен тыс. Мысалы енді жаңағы айтылып отырған мәселе емес, енді ата-аналарына қарсы шығу, туған туысқандарынан безу, өлтіріп қою. Мысалы енді қалай енді жихадты қолдайды. Мысалы енді жихадтың енді бірнеше жаңа анықтамалары бар ғой. Олардың енді түсінігінде, мысалы мен жалпы біздің түсінігімізде жихад дегеніміз ол өзіңнің нәпсіңмен күрес. Өзіңнің жаман әрекеттеріңмен, жаман ойларыңмен, жаман ниеттеріңмен күрес. Ал ол жаңағы радикалдық ағымды ұстанушылар жихадты қалай түсінеді? Жихад ол яғни дінсіздерге қарсы күрес. Яғни дінсіздер деп отырғаны енді намаз оқымайтындар, ораза ұстамайтындар, дін жолында жүрмеген азаматтарымыз, орамал тақпайтындар, солармен күрес дейді. Міне ол радикализм. Яғни бұл өте қауіпті жағдай. Енді осындай жағдайлар енді кете беретін болса, осындай діни білімсіздік кете беретін болса, біз алдағы уақытта бір қауіпті бір тенденциялардың арта беретініне көзіміз жетеді. Аға, ауылда әңгіме жата ма? Сіз де ауылдан шыққансыз, мен де ауылдан шыққанмын. Бірталай қазақ ауылдан шыққан ғой. Біздің ауылда мынадай бір әңгіме болған кезінде. Мынау көшедегі бір үйдің балалары, олар бір сондай жаңағы қоңырқай тірлік кешкен, жағдай төмен отбасы болған тұғын. Күндердің бір күнінде олар намаз оқып, солай көріп жүрді. Көшеден енді ауылдың кішкентай ғой, сақал өсіріп деген сияқты. Бірақ олардың психологиясы мүлдем өзгеріп кетті 180 градусқа. Бұрынғы ақжарқын, мысалы, достарымыз жоқ болды деген сияқты. Кейін мынандай әңгіме шықты ғой. Оларға ақша беріпті. Олар сол арнайы бастаушылары кедей адамдарды іздейді екен. Әлеуметтік осал топ өкілдерін бағып жүреді екен де оларға ақша беріп, сол ақшамен шырмауына түсіреді екен деген сияқты. Бұл халық арасында айтылып жүрген әңгіме. Миф па, әлде шындық па, оны біз әлі таразылай алмай жатырмыз. Расымен қарасақ, дәл сол радикализмнің шырмауына түсіп жатқандардың басым бөлігі әлеуметтік жағдайы төмен отбасынан шыққандар. Менің сұрағым келіп отырғаны, жалпы осы қауіпті дертке кімдер бейім келеді? Саралап көрген шығарсыздар? Енді бірінші айтайын, мен өзімді ауылда өстік, жора жолдастарымыз бар, сыныптастарымыз бар. Олардың орталарында жүреміз.
енді олардың дегеніңіз жаңа өзіміздің орталарымызда жүреміз, бірақ солардың ішінде де жаңағы дәстүрлі емес радикалдық ағымдағылардың өкілдері де бар. Енді біз олармен жаңа сұхбаттасқанда бізге енді бұлар кейбіреулері жаңағыдай агрессия түрде жаңағыдай жауап қайтарады. Өте мынау психологиялық тұрғыда төмен. Екінші жағынан мен бұл қарадым. Неге бұл азаматтар осындай жолға түсіп кетті? Неге түсініктері жоқ? Бірінші жағынан алып қарасақ, бұлардың жалпы әлеуметтік жағдайы әрине көбісінің төмен. Онша емес. Онша емес. Екінші жағынан мектепте, оқу орындарында дұрыс оқымаған, немесе тастап кеткен, жалпы мардымды білімдері жоқ азаматтар. Көбісі мардымды білімдері жоқ азаматтар. Психологиялық тұрғыда ауытқулары да бар. Енді әрине әлеуметтік жағдай әсер етеді. Мен Қарағандыда оқып жүрген кезімде, студент кезімізде, ол кезде 93 жылдары, сонда біздің біраз енді сол кездерде кіре бастады ғой. Сырттан деструктивті діни ағымдар, экстремистік ұйымдар да кіріп кетті. Сол кездерде мысалы тағы да басқа ұйымдар, діни ұйымдар кіріп үлгерді ғой. Оның кіруіне және тамыр жаюына сол кезде қабылданған заңның солқылдақтығы себеп болды, Әрине 92 жылы қабылданған дін туралы заң. Енді айтады ол сол дін туралы заңды қабылдауға не асығыс болды? Ең бірінші қабылданған заң екен. 93 жылғы конституциядан бұрын қабылданған заң. Енді ол заңды қабылдаудың өзінің бір себептері де бар ғой, оған кейін жеке тоқталуға болады. Әрине жаңа сұрағыңызға жауап беріп кетейін. Сол кезде жаңа оқып жүрген кезімізде біздің біраз жаңағы жолдастарымыз, кейбіреулер отбасыларын құрған, басқа да тек қана жаңағы дәстүрлі мұсылмандық дін ағымдарының артында емес, басқа да христиандық, протестанттық ағымдардың артында да кетті. Сонда сұраймыз, неге сен оған бардың, артында неге кеттің? Деп жаңа айтсақ, маған ақшасын берсе болды, дәрі береді, көмек береді, әлеуметтік жағдайымды жақсартып жатыр деп жаңағы уәж айтқандар да болды. Бірақ кейбіреулері солардың соның артында да кетті, жоқ болып кетті. Кейбіреулері жаңағы дұрыс түсініп, бұл жолдың қате екенін беттерін бері қаратып, яғни қазір өз ортамызда жүрген жағдайлары да бар. Әрине әлеуметтік жағдай әсер етеді. Бұған әлеуметтік жағдайдың төмендігі, екіншіден білімсіздік жалпы. Халық айтса қалт айтпайды. Рас екен ғой? Әрине. Халық айтса қалт айтпайды. Жаңа заң туралы айтып кеттік. 93 жылы, қабылданған. 92 жылы қабылданды. 92 жылы қабылданған. Діннен наным сенім бостандығы туралы заң қабылданды. Ол кезде кез келген жаңағы діни ұйым өзінің жаңа мекемесін тіркеп, жұмысын жүргізді емін-еркін. Терезені ашсаң, таза ауада кіреді, онымен қоса шыбын-шіркей де кіреді деген тәмсіл келеді бұған. Сол кезде кеткен ағаттық, мінекей араға қанша жыл салып өзінің кесірін тигізіп отыр, былайша айтқанда. Қазақта бір әдемі мынандай сөз бар. Заманың түлкі болса, таз боп шал деген. Біздің неге жауаптылар әлі сол мәселені таз боп шала алмай жатыр? Әлде тереңге тамыр жайып кетті ме? Бұл енді өте күрделі, қиын мәселе. Енді 92 жылы қабылданған заңның солқылдақтылығынан қаншама деструктивті діни идеологиялар сырттан келген. Батыстық бар, мұсылман мемлекеттерінен келген жат идеологиялар келіп тамырын терең жайды. Біз бұл заңның солқылдақтылығы осал екен, оның қаупі жоғары екенін 2002-2005 жылдар аралығында түсіне бастадық. Бұл кезде сол кездегі президентке хат жолдады, ұсыныс жасады, яғни бұл жалпы дін туралы заңды жетілдіру керек, қаталдату керек. Бірақ бұл жерден де үлкен саяси мәселе ғой. Біз енді білесіз жаңағы халықаралық ұйымдар бар, біріккен ұлттар ұйымдары бар, ОБСЕ бар. Олар тарапынан бізге жаңағы конституцияға қарама-қайшы адам құқықтары тапталып жатыр деген уәждермен біздің осы дін туралы заңды жетілдіруге мүмкіндік берген жоқ. Өте қиын мәселе. Енді қарайық, қазір мысалы айтып жатырмыз ғой, қазірдің өзінде де сәләфизмге тыйым салу керек деп жатырмыз.
иә, былтыр алдыңғы жылы депутаттар көтерді біраз. Көтерді. Әрине, енді салафизмге ол ұйым емес қой. Ол қате болса да наным сенімдер жүйесі. Сондықтан да біз бұған белгілі бір ұйым ретінде тыйым салу ол өте қиын. Екіншіден, бұл жаңағы ваххабизм, енді екеуі синоним ғой. Ваххабизм бұл Сауд Арабиясының мемлекеттік діні, мемлекеттік идеологиясы. Мемлекеттік діні, мемлекеттік идеологиясы. Енді олардың ұстанып отырған өзіндік мемлекет идеологиясына қарсы шығуымыз біздің екі арадағы байланысты, дипломатиялық байланысты, достық байланысты шайқауы мүмкін. Сондықтан да бұл тұрғыда біз өте сақ болуымыз керек. Мына сыртта да халықаралық ұйымдар тарапынан. Қазір президент барлық мемлекеттермен саяси байланыстарды, экономикалық, қаржы байланыстарды нығайтуда, инвесторларды тартуда. Сол үшін қарап отырса телевизордан осы айдың өзінде қаншама елдерге барып бізге демеушілерді, инвесторларды тарту бойынша керемет жұмыстар жүргізіп жатыр. Бірақ енді солардың барлығы қарайды ғой, бұл мемлекет қандай мемлекет? Террористік мемлекет пе? Діни ахуалы қалай? Діни ахуалы қалай деген сияқты. Тұрақты ма, тұрақсыз ба деген сияқты. Олар да қарайды ғой. Сондықтан да жаңағы біз бұл тұрғыда бұл мәселені біз саясиландыра бермейміз көп жағдайларда. Тыйым салу өте қиын, күрделі. Егер біз бұл ұйымдардыға мен дін аясында жетілдіру, қаталдату оңай, қолдан келеді. Бірақ артта сыртқы халықаралық ұйымдар отыр, сыртқы күштер отыр. Сондықтан да өте күрделі мәселе. Мен айтам, бұл жолмен қылмыстық құқықтық шеңберінде күресу нәтиже бермейді. Бұнымен тәрбие, білім беру, идеология арқылы күресу керек. Бірақ жол сол ғана. Заңды қаталдату, заңды жетілдіру әрине арқылы керек, бірақ дегенмен біз оған қатты бара бермеуіміз керек. Өйткені бұл жерде адам құқықтары жатыр, сенім бостандығы жатыр, конституцияға қарама-қайшылық жатыр. Сондықтан да бұны дұрыс түсінуіміз керек. Енді қазірде шулап жүр ғой, неге тыйым салмаймыз, қаншама деструктивті діни ағымдар халықтың, азаматтарымыздың санасын улап бітті, неге мемлекет, құзырлы органдар тыйым салмай жатыр. Кейбір жағдайда мынандай айтып жатады, өздері сонымен байланысты, өздерінің адамдары отыр сол жерде, соларды қолдап отыр деген сөздерді естіп жатамыз. Әрине ол менің түсінігімде ол қате түсінік деп ойлаймын. Тиісті деңгейде мемлекет өз тарапынан өз жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазірдің өзінде осы дін туралы 2011 жылғы қабылданған жаңа дін туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жұмысы жүргізіліп жатыр. Бірақ өте күрделі, өте қиын. Бірден мәселені шешу ол жеңіл тиіп жатқан жоқ. Әртүрлі көзқарастар бар, әртүрлі пікірлер бар. Тағы да қайталап айтам, әр жағында халықаралық ұйымдар да отыр. Аға, біз заңды қатаңдатып, теріс бағытта жүрген біздің бауырларымызды, азаматтарымызды түрмеге тоғытып, проблемадан құтылмайтын сияқтымыз. Сіздің сөзіңізге мен қосылып отырмын. Өйткені мен өткен жолы Сабдин мырзадан сұхбат алған кезде мына бір кейсті келтірген оқиғаны болған. Бір жақын ағамыз бар, жалғыз баласы бар. Осы түрмеге кетпес бұрын дені сау, кәдімгідей өзіміз сияқты адам болған, оқуын оқыған, тоқыған, үйленген, бала-шағасы бар. Бірақ есіңізде болса, Атырауда бір осы экстремизмге қатысты бір оқиға болып, содан сотталып кеткен. Бірақ осы екі арадағы қалай ол жолға түсіп кеткен әкесі бейхабар. Күндіз-түні жұмыста болған, бала жас болған деген сияқты мәселе. Енді проблема тіпті күрделі. Әкесінің айтып отырғаны, жалғыз балам. Мұнда әйелінен ажырасты, талақ беріп, қазір әйелі бірақ бізге кеп тұрады. Жігіттің өзі қателеспесем Атырауда емес, Қостанайда, не осы орталық жақта түрмеде отыр. Түрмеде отырып 2 рет неке құрған. 2 рет әйел алған, былайша айтқанда. Одан балалар бар.
Әкесіне соғып айтады дейді, мен түрмеден шығамын, шыққан кезде сендер намаз оқисыңдар, намаз оқымасаңдар мен жоқпын, немесе сендерді өлтіремін деген сияқты әңгіме айтады дейді. Әкесі маған айтып отырған әңгімесі, кейде сол баламыздың шыққанында қаламай қаламыз деп, аман жүре берсін солай деп. Түрмемен проблема шешілмейді. Рас, теологтар барып жатады түрмеге, ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатады, бірақ оларға сонда да әсер етпейтін сияқты көп жағдайда. Енді білесіз, осыдан бір жыл бұрын прокуратура жазасын өтейтін орындарында тәуелсіз теологтармен жұмыс жүргізді. Сол жұмыс нәтижесінде 200-ден аса, 200-дей радикалды есепке алынбаған 200-дей радикалдарды анықтады. 200-дей радикалды анықтады. Мүмкін одан да көп болуы мүмкін. Анықталғаны тек. Анықталғаны. Бұл есепке алынбағаны. Есепке алғаны бар ғой, олардың есебі бар ғой беретін. Міне осыншама радикалдар отыр, осыншама террористер отыр деген сияқты. Бірақ соның ішінде есепке алынбаған 200-дей радикалдарды анықтадық. Түрмеде де жағдай мәз емес. Әрине түрме қызметкерлерінде кінәлай беруге болмайды. Тағы да білімге келіп тіреледі. Білуге болмайды, өйткені ол жердің өзінде де өте үлкен қауіптіліктері де бар өзінің. Көп жағдайда мынау радикалдану осы жазасын өтейтін орындарда болып жатыр. Әрине, олармен біздің теологтарымыз, имамдарымыз жұмыс жасап жатыр. Әрине, олардың еңбектеріне рахмет ол жерге барып, ол үлкен ол жерге барып жұмыс жүргізіп өте оңай жұмыс емес. Бірақ толыққанды нәтиже береді деп айту өте қиын. Себебі бұл енді теологтарымыз, имамдарымыз көп болса 1 сағат, 1,5-2 сағатқа барар. 24 сағат бойы олардың жаңағы радикал ұстаздары отыр ол жерде. Өздерімен бірге. Өздерімен бірге. Сондықтан да 2 сағат жұмыс жүргізген мамандарымыздың нәтиже ықпалы, ол нәтиже береді деп айту екіталай. Әрине, жаңа сіз айтып отырған жағдайлар қоғамда енді менге ақпараттарымда өте көп кездеседі, ондай жағдайлар өте көп. Ата-анасына қарсы шығып, намаз оқисыңдар, мен жаңағы 4 әйел алуым керек, тек қана 4-ші әйелде ғана берекет бар дейді. Олардың айтуы бойынша білесіздер ғой, яғни талақ деп, енді жаңағы 1-ші әйелін тастайды, 2-ші әйелін тастайды, 3-ші әйелін тастайды, тек қана 4-ші әйелмен тоқтап жатады. Бұл өте біздің қоғам үшін, біздің ұлтымыз үшін, мемлекетіміз үшін өте бір қауіпті жағдай. Ертең ол кәдімгі саналы түрде дұрыс түсінік қалыптасып кететін болса, бұл біздің ар жақ жаңағы ұрпақтарымыз оны жалғастырып алып кетуі мүмкін. Тағы бір мәселе мынандай жағдай, қазір 15, 18, 19 жастағы қыз балаларды әйелдікке алу. Тіпті одан да жастардың бар. Енді олардың құқықтарын кім қорғап жатыр? Бала жетім, әйел жесір. Оларды да алады, тағы да талақ деп тастайды. Некеге, заңды некеге отырмайды. Заңды некелері жоқ. Яғни бүгінгі күні құқық қорғау органдарын, жалпы прокуратура органдарын, соттардың табалдырығын тоздырып жүрген сондай әйел азаматтарымыз жетерлік. Сіз бір мысал келтіресіз бе оқиғадан? Енді көп кездестіресіз ғой бұндай жағдайларды. Мынау әңгімемізге тұздық болсын. Енді мысалдар енді ол өте көп. Енді қазір өзіңіз көзбен көрген. Енді бұл жерде қалай айтуға болады? Енді мен көзіммен көргендерде бар, ол енді жеткілікті. Біреуіне ғана тоқталып кетейін. Енді ол біздің осы Астанамызда болды. Ол енді таныс адам маған көмек көрсетуін ұсынған болатын. Бұл жерде енді оны айтуға болмайды. Мына жерде енді салафилік ағымның өкілі деп, мен енді неге өткізген микс жамағат деп айтып кеттік қой біз. Бұл жерде ханафит мазхабын ұстанушы сол топтағы, өзіміздің сол топтағы азаматтар.
иә, солардың өздері жаңағындай әйелді алған, бірінші әйел алған, жаңағы менің таныс айту болуынша ол екінші әйелі. Яғни әйелдік бірінші әйелін тастаған, заңды некеде жоқ, сосын екінші әйелін алды. Ол екінші әйелмен бір жарым жылдай тұрады, бір жарым жылдан кейін тағы да талақ деп тастап кеткен. Енді мен сол жаңағы әйелдің күйеуімен сөйлестім барып. Сонда маған былай дейді: сендер дейді, қоғамда біз ғана айырылысып жатқан жоқпыз дейді. Қоғамда маған ақпарат статистикамен келтіріп отырмын. Міне осыншама азаматтар бар айырылысу, сен бірінші солармен күрес. Мен дейді, міне әйел алдым, үйлендім, балаларым бар, бірақ мен әйелімді де, баламды да ешқайда тастамаймын. Оларды, мен айырылыстым, талақ еттім, бірақ мен онымен тұрмаймын. Бірақ менің жамағатымнан, менің жамағатымнан дейді, мысалы жаңағы жамағат, оны өздерімді айта берді. Менің жамағатының өкілдері, сол менің інім, бауырым, немесе танысым үйленеді дейді оған. Біз ешқайда жібермейміз дейді. Мен материалды жағынан қамтамасыз етем, ақшасын берем, үйі бар, барлық жаңа оқытам, тоқытам, бірақ тастап кетпеймін. Бірақ мен ол әйелмен, баламмен тұрмаймын дейді. Онымен тұрады бауырлары. Жаңа, бірақ мен оны өзімнің бауырыма, не болмаса жаңағы туыстарыма, не болмаса өзімдің жаңағы ортамда жүрген жамағаттың бір өкілі үйленеді. Біз тастап кетпейміз дейді, сендер сияқты. Шариғатты былай қойғанда, дәстүрден аттау арсыздыққа бару ма? Әрине. Яғни бұл жерде тағы бір айтарым, енді жаңағындай енді айырылысуды былай дейді. Мысалы біздің Алла тағаланың сөзі бар ғой. Енді онда негізгі алады. Егер әйелің нашар болатын болса, талақ ет деген бар. Талақ ет дейді. Олар осы сөзді негізге алып отыр. Яғни, мысалы қазақта бар ғой, бізде ешкім, мысалы бізде ата-бабаларымызда жаңағы отбасында ренжісіп қалса, керісінше қосқан ғой. Яғни шынаяқ шыдырламай тұрмайды деп жатады. Сөйтіп жаңағы басын қосып, екі жасты үлкен жаңағы отбасылығып жаңағы шығаратын болған. Отбасын бұзбаған біздің қазақ халқы. Ал енді бұлардың түсініктерінде әйел бір ауыз бір қарсы пікір білдіріп қалды ма, болды, сен менен Алладан емессің, менің жолымнан емессің, талақ саған деп, яғни неше баласы болса да, яғни өзінен қуып шығады. Бұл енді қалай? Енді сол әйелдің құқықтары, баланың құқықтары, біз қорғай алып жатырмыз ба оларды? Әрине қорғай алмаймыз. Өйткені олар заңды некеде жоқ. Оның әкесі екенін дәлелдей алмаймыз. Жұбайы екенін дәлелдей алмаймыз. Сондықтан да бұл жерде осындай қоғамда болып жатқан осындай бір қиын жағдайлар бар, өте күрделі. Кейбір имамдар немесе діни лидерлер жасырын түрде радикалды идеология таратып жатыр деген деректер бар қоғамда. Осындай фактілермен жолықтыңыз ба қызмет барысында? Ондай фактілермен мен жолыққан жоқпын. Естуіңіз бар ма? Сөздерді естуім бар. Біздің енді имамдарымыз, кейбір теологтарымыз, белгілі теологтарымыз жасырын түрде, енді оның бәрін ешкім түсіне бермейді ғой. Бірақ енді сөзбен айтқанда жағымды, әдемі, керемет, бірақ оның астында, ар жағында радикалды идеологияның белгісі жатыр деп жатқан сөздерді жиі естимін. Бірақ енді мен ондайлармен мен көп кездестірген жоқпын. Мүмкін бар болса, бар шығар мүмкін. Басып ешнәрсе айта алмайсыз. Жақсы. Қазір діни экстремизммен күрес мәселесінде ресми мәлімдемелер мен шынайы ахуал қаншалықты сәйкес келеді бір-бірімен? Рас жұмыс істеліп жатыр, жобалар бар, жазылған еңбектер бар, теологтарымыз бар, имамдар бар, дінтанушылар бар, азы тағы бар. Қаншалықты деңгейде? Жалпы бүгінгі күні мемлекет
діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл бойынша тиісті деңгейде жұмысын жүргізіп жатыр. Оны жоққа шығаруға болмайды. Енді кейінгі уақыттарда, кейінгі жылдарда жалпы діни экстремизм мен терроризм бойынша қылмыстардың саны артуда. Мысалы, мен жаңа қарап келдім. Биылғы 2024 жылға есепті алып қарайтын болсақ, былай дейді. Қазақстанда 85 экстремистік қылмыстың беті ашылған екен 2024 жылы. Сонымен қатар ұрлық, бопсалау, тонау және басқа да жалпы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін 131 діни радикал сотталған екен 24 жылы. 18 қылмыстық топтың әрекеті тоқтатылып, олардан 50 қару және 10 келеден астам есірткі тәркіленді делінген Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі. Бұл 2024 жылғы ақпарат. Оның алдындағы ақпараттарды да бар. Әрине, тиісті деңгейде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жаңағы құқық қорғау орган қызметкерлері, арнаулы органдар, мемлекеттік органдар, теологтарымыз, имамдарымыз, қазір олардың өздері интернет желісінде қазір белсенді болуға тырысуда. Смарт имам. Мысалы, жаңағы Нұрлан имам бар, мысалы, кейбіреулер ол кісінің өзін жерден алып, жаңағы көктен алып жерге ұрып жатады. Мысалы, мен ол кісіні қолдаймын. Өйткені ол кісі сол қазіргі заманның тілімен, сол жастардың қазіргі сол өсіп келе жатқан сол қоғамның тілімен сөйлейді. Өйткені ойнап күліп отырып арқылы, белгілі бір өзінің бір ерекше әдістері арқылы жеткізе біледі, және оның сол кісіні тыңдайды. Ал кейбір имамдарымызды біздің кейбір азаматтарымыз қабылдамауы мүмкін. Қанша білімі болса да. Керемет білімдері, бірақ қабылдай алмайды. Тыңдағысы келмеуі де мүмкін. Енді кейбір бұған дейін болды, қазір имамдарымыз сөгіп отырған жоқпын. Енді кейбір имамдарымыз енді алдарына барға жас азамат енді өзінің діни білімін толықтырайын, бір қандай да бір дін тұрғысында сұрақтары болса, бір имамдарға барады ғой. Соны кезде кейбір имамдарымыз сол бала өзі енді радикалданып, енді көп сұрақтары бар, қызығушылық арттырып тұрған жаңа баланы одан самайын радикалдандыру жіберген бір кездерде болған. Мысалы, енді қаншалықты енді жас баланы енді ана дүниемен қорқыту, тозақ отымен қорқыту. Енді ол дұрыс әдістеме ме? Мысалы, енді ол жас бала түгір, сен қазір өзің қорқасың. Ресей, Москвада, Мәскеудің имамы бар ғой, Шамиль Аляудинов. Мысалы, ол қалай түсіндіреді? Қалай жастарға ақша табуға болады, қалай баюға болады, қалай отбасы құруға болады, қалай жақсы еңбек етуге болады. Сондай тағы басқа жақсы керемет жаңағы өздерінің бір жаңағындай дінмен сабақтасқан бір жақсы бір методикалары бар, өзіне тартатын, артынан еретін, оны тыңдайтын. Сол сияқты біздің имамдарымыз да еркін, сол қазіргі жастардың, азаматтарымыздың тілімен сөйлейтін, солардың тіліне жауап бере алатындай, тілмен жауап беріп, сондай бір әрекеттер жасаған дұрыс сияқты. Шамасына қарай шауып жатыр, меніңше. Жаңа айттыңыз, қылмысы бар, есірткісі бар, 4 әйел алатыны бөлек әңгіме, қаруы бар, неше түрлі тіпті адам аузы бармайтын опасыздықтар бар. Соның ішіндегі ұлт үшін ең қауіптісі дәстүрге қарсы шығады олардың көбі. Қарсы шыққаны былай тұрсын жоққа шығарады. Соның кесірінен біз тек қарсы шығады деп отырмаймыз. Оның астарында мынандай мәселе жатыр. Сол үйдің жаңағы отбасы той жасауы мүмкін, сәлем салу деген бар бізде, өзіңіз білесіз, тұсаукесер деген бар, шілдехана деген бар, бесік той деген бар. Соның бәрін харамға шығарып, ағайынмен арадағы байланысты үзіп, түптеп келгенде бір отбасының шаңырағының ортасына түсіреді. Ондай жағдайлар жетерлік. Дәстүрден алыстап бара жатырмыз ба? Жатыр ма олар? Әлде тіпті әлден қол үзіп кетті ме? Біз дәстүрден алыстап бара жатырмыз, алыстап та болдық. Бүгінгі дәстүрлі құндылықтарымыз, ұлттық менталитетіміз, ұлттық кодымыздан айырылып бара жатқан сияқтымыз.
егер біз осы ұлттық кодымыз, ұлттық құндылықтарымыз, салт дәстүр, менталитетімізді жаңғыртып, сол тұрғыдан тиісті жұмыстарды мемлекеттік деңгейде болсын, мемлекеттік емес, жаңағы мектеп қабырғасында, оқу орындарында, тағы басқа жерлерде тиісті деңгейде жұмыстарды жүргізетін болсақ, оны насихаттайтын болсақ, біз осы жат идеологияларға қарсы тұра алатын иммунитетті қалыптастырамыз. Менің түсінігімде, осы неге жат идеологияларға біз бейім тез қабылдап жатырмыз? Ол тек қана дін жағынан ғана емес, басқа да батыстың негативті идеологиялар келіп жатыр ғой бізге. Оны да қабылдап жатырмыз. Енді бұл жерде енді мынау кейбір уақытта біз өзінің мынау бетпердесін жауып, бетпердеде отырғанда жаңа орамал тағып, әрлі жерлін жауып, намаз оқып дұрыс жолда жүрген кейбір әйел азаматтарды көктен алып жерге ұрамыз. Оларға қол шошайтамыз. Қауіп, міне ұлтқа қауіп, мемлекетке қауіп деп жатамыз. Ал мынау арақ ішіп, нашақорлықта жүрген, әртүрлі ерсі қылықтарды жасап жүрген, қыздар, келіншектер, ер азаматтар бар. Бірақ олар қауіпті деп айтпаймыз оларды. Олар кәдімгі қабылданған. Сондықтан да бұл жерде қауіп бұл тек қана дін жағымен ғана байланысты емес. Ол жалпы сыртта жат біздің құндылықтарымызға негізделмеген, сай келмейтін идеология. Сондықтан да бұндай қандай да болсын сыртқы жат идеологияға қарсы тұратын иммунитетті қалыптастыруымыз керек. Ол иммунитет, жаңа өзіңіз айтып отырғандай, ұлттық құндылықтарымыз, салт дәстүріміз, тиісті деңгейдегі өзіміздің жаңа ұлттық кодымызға негізделген білім. Оларсыз мүмкін емес. Мүмкін емес. Қылмыстық құқықтық шеңберде күресу, немесе соның аясында бір нәтижеге жету, ол мүмкін емес. Бұл менің пікірім емес, бұл ғылыми факт, әлемдік тәжірибе. Сондықтан да біз бұндай жат идеологиялармен тек қана жаңағыда айтып кеттім, идеология, философия, құндылықтар, дәстүр арқылы жеңеміз, соның нәтижесінде ғана бір белгілі бір нәтижеге жетуге болады. Аға, жұмыстардың барлығы оңынан болсын. Абай айтпақшы, қолымды мезгілінен кеш сермедімнің кері болмаса бұлар. Сырты тазасы не керек? Тазарт әуел ішіңді дейді. Мен осы сөзбен мына сұхбатты түйіндейін деп отырмын. Бір соңынан мына сұрақты алып қалып отырмын. Көпшілігі сіздің жеке басыңызға қызығушылық танытты. Көп құқық қорғау органының өкілдері мына діни білімге келгенде таяз. Оны жаңа өзіңіз де айттыңыз. Маған қызық, маған емес, бұқараға қызық. Діни білімді қайдан алдыңыз? Қалай сауатыңызды аштыңыз? Сізге қай шетінен сұрақ қойып қалса да мүдірмейсіз? Осынша жаңағы мынау көрші ағайын тілімен айтқанда багажды қалай жинақтадыңыз? Жақсы, орынды сұрақ. Өйткені кейінгі өткендегі сұхбаттағы интернет желісінде біраз талқылаулар болды ғой. Сонда енді комментарийларды оққан шығарсыз, қарап отырсаңыздар, енді өзімнің де жаңағыда көңіліме тиетін, арнамысыма тиетін қаншама комментарийлер жазылды. Әрине одан кейін мен енді бұған да мен түйшіктім. Бірақ мені басқандар болды. Ол болады, ол дұрысты жағдай, қалыпты жағдай деген сияқты. Әрине енді мен сол жерде де мысалы маған айтып жатыр, сен имамсың ба, кімсің, діни білімің бар ма, прокурор, сен өз жұмысыңмен айналысшайшы, жаңағы құсты сойса да өзінің қасапшысы сойсын деген сияқты әртүрлі пікірлер айтты. Мен енді айтар болсам, мен Қарағандыда оқығам, мектеп интернатта Нұрмет Нұрмақов атындағы. Сол жерде араб тілі болды бізде. Сол араб тілін оқыдым.
Сіз Құранды тіке оқи бересіз? Араб тілін жоқ, Құранды тіке оқи алмаймын. Арабша жаза алам, арабша оқи алам. Төте жазу емес, араб тілінде оқып, одан сол кезде менің қызығушылығым, дінге деген қызығушылығым туындады. Одан кейін енді оқу бітірдім. Жаңа мектепті бітіргеннен кейін жоғарғы оқу орнында мен философия факультетінде оқыдым. Енді философиямен айналыса жүріп, мен дін философиясымен айналыстым. Дінді, енді бір керемет, мен бұл тұрғыда теолог емеспін, керемет бір дін танушы емеспін, бірақ осы дін мәселесімен айналыса отыра, шын мәнісінде мен өзім көп өзі деген бір шешімін таппайтын, бір күрделі, өте бір қиын мәселелерге тап болдым. Әлі де ізденіс үстіндемін. Кейбір уақытта жауабым дұрыс болар, бірақ қарасаң жауабым дұрыс емес сияқты. Көп әрине ізденіс керек, бірақ енді мен бүгінгі күнге дейін діни кітаптарды оқимын, зайырлы еңбектерді, дінтанушы, ислам ғалымдарын еңбектерін оқыдым. Орта Азия ғалымдарының еңбектерін оқып, осы салада біраз өз білімді мен жетілдірдім. Бірақ әлі де менің білмейтінім өте көп деп айтуға болады. Бірақ дегенмен ізденіс бәрімізге керек. Енді бұл жолда тастап қоя қойып араласпайын десең, әр жақта жаңа өзіміз қозғап отырғандай қоғамымызға, елімізге, балаларымызға қауіпті жағдайлар отыр. Қысқасы, бір радикалды қайтаратындай білім бар дейсіз. Енді сөйлеу болады. Рахмет. Сізге алғыс білдіреміз Атырау елінің атынан. Бұл сұхбат мұқым тарайды ғой ертең. Біз көпшіліктің көкейіндегі бір сұрақтарға көбіне жауап бердік деп ойлаймын. Қалғанын көрермен бағасын бере жатар. Қызметіңізге сәттілік, Алла абыройыңызды арттырсын, сүрінуден сақтасын, біліміңіз ортаймасын, дегеніңізге жетіңіз. Рахмет аға.